Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Мен қазір кешкі асқа дәмдеп бір пирогтың түрін көрсетіп жатырмын. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін мен әуелі ұнымды салып алайын. Ұныма бірден разрыхитель салып алайын. Одан кейін какао. Ой, шашу болды. Бұрқ-бұрқ еткізіп какаоны тағы да салып қоямыз. Бұның ішінде какао болды, ұн болды, қопсырғыш болды. Араластырып, мына жаққа қоя тұрамыз. 2 жұмыртқаны салып алайын. 2 жұмыртқаға қантымды езіп алайын. Почти что миксер мой. Выр-выр-выр-выр-выр-выр-выр. Выпрыжки. Мама деген сондай болуы мүмкін деп қойса, что уже? Мама, у меня с юмором деп қойсашы. Бірден мен оған ерітілген майымды қосып аламын. Не қостың должен етейік? Май, жұмыртқа, какао қос. Какао қосқын жоқ ма? Какао ғана қос. Қант қосқын? Иә. Алан ұмытпасай. Кімге көрсетіп жатыр мен сонда? Ауаға кетіп жатыр ғой менің нәрсем бәрі. Деп кеткен деймін. Ал, енді айтпақшы болған біз мынандай нәрселер дайындап қойдық. Точно. Қазір орехтарымызды кішірейтеміз. Аналар өте үлкен болып. Менің рецебімнің ерекшелігі, қазір біз жарты сағатқа тоңазытқышқа, 2 сағатқа тоңазытқышқа қоймаймыз. Бірден нанымыз дайын болғаннан кейін пісіруге кірісеміз. Мен наным дайын болды. Қазір бұны орнатамыз. Біз нанымызды дайындап алдық. Енді арасына құятын үйде бар орехтар мен кишмиштерді салдым. Енді оған вареный құямыз. Міне духовкадан жаңа ғана алдық. Міне шименен осылай көріп, міне шилеріміз құрғақ. Енді суытуға 1 сағат, 1,5 сағатқа қоямыз. Көрермендерім, міне әп-сәтте мен үйдегі бар заттарды қолданып, осындай кереметтей пирог жасадым. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлібековна. Қазақ каналын қолдаңыздар, қазақ контентін қолдаңыздар. Ең бастысы бір ғана қоңыраушаны басып, менің каналымды қолдап жүріңіздер. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлібековна, пайдалы кеңестер аккаунтын қараңыздар. Ал ендеше
біз пирогымызды кесіп, қазір балам менің дәмін көрсін. Міне наны үгіліп, кереметтей болыпты. Мен сіздерге арасын көрсетейін деп жатырмын. Міне осындай дәмді, осындай рецепттермен жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ең бастысы, біздің үйдегі кісілер тәттіні жақсы көреді. Сондықтан мен бүгін отбасымды қуантайын дедім. Ендеше тура осылай сіздер де жасаңыздар. Тоқабайға салып берейін. Оппа! Арасы қандай күшті болған міне. Сәлеметсіздер ме анамның сүйкімді де тұрақты көрермендері. Мен бүгін анамның аппетитный, шоколадный, дәмді, тәтті пирогындарын көретін боламын. Көре қойжан. Бісміллә, дұрыс, бісміллә, рахмани-рахим. Жей ғой, ас болсын. Міне менің пирогымның түрінің өзі аппетитный қандай. Жей ғой, ас болсын, асықпай жей ғой. Өте күшті болып шыққан, тәтті, аппетитный, шаймен бірге күшті кететін. Шаймен ішу керек, дұрыс айтасың. Өте күшті. Осы рецептімен жасаңыздар. Анамның аккаунтына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, бір ғана қоңыраушаны басып, анама үлкен күшті көңіл-күй салаңыздар. Сіздермен бірге болған? Сіздермен бірге болған Ардақ Әлібекұлына, Пайдалы кеңестер және оның қызы. Және оның қызы Тоғжан Берік қызы. Шабай. Тоқауратан. Аман болыңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Амин, айтқан кез.